Достар, енді осы егоп приложениесіне ETSP ключ арқылы кіруді көрсететін боламын. Ең алдымен жаңағы ашқан ETSP ключіміз болады, немесе телефоныңыздағы ETSP ключіңізді басасыз. Осылай үстінен басқан кезде төменгі жағында, сол жағында жіберу батырмасын басамыз. Осы жерден төменгі жағында егоп приложениесін басамыз. Енді сохранить деген батырманы басатын боламыз. Осы жерден готово деп шығамыз. Енді егоп приложениесіне кіреміз. Кірген кезде басты беттен немесе басты беттен кіру және тіркелу дегенді батырмасын бассаңыздар болады, немесе мына жердегі профиль батырмасында авторизациялау деген батырманы басуға болады. Кіру тіркелуден мен мына жерден таңдаймын. жаңа ETSP-ны шығару немесе ETSP-ны пайдалану деп тұрады. ETSP-ны пайдалану деген батырманы басамын. Қол қою үшін ETSP-ны таңдаймыз. Мына жерден ETSP-ны таңдаймын, астында тұрған. Енді осы жерге ETSP-ның паролін енгізетін боласыздар. Паролін толығымен енгізіп болған соң кіру батырмасын басамыз. Енді осы жерге 4 сандық кодты ойлап табатын боласыздар. Яғни бұл осы приложениеге кіру үшін ұмытып қалмаңыздар оны. Енді тағы да қайтадан енгізетін боламыз. Сол 4 сандық кодты енгізіп болған соң мынандай бет ашылады. Осы жерден таныстым деген батырманы басамыз. Телефоныңызда Face ID пайдалану немесе керек емес деген батырманы басатын боламыз. Міне осылай тіркелдік. Кірдік, ішіне егопқа осылай сәтті кірген боламыз. Достар, міндетті түрде ескере кететін бір жайт бар. Бұл негізі осы ETSP-ны телефон арқылы кіру тек iPhone-дарға ғана арналған. Осылай сәтті кірген боламыз. Егер менің видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийға қойсаңыздар болады. Егер ETSP-ны аша алмай жатқан жағдайда менің ақылы көмегіме жүгінсеңіздер болады. Видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.